Момбек аға, жалпы өзіңізді жазушыдан бөлек тарихшы есебінде ел біледі. Оның үстінде мына оңтүстік тарихын көбірек зерттеп жүрсіз. Осы ашаршылыққа дейінгі жағдайды және осы ашаршылыққа қалай келдік осы төңірегінде азды кем сөз өрбітсеңіз. Сауалың орынды болды. Жалпы біз 31-32 жылдардағы ашаршылықты айтқан кезде тек ашаршылық болды, бәлен адам қырылды, түгел адам ауып кетті деген әңгімені ғана айтамыз да, сол ашаршылықтың шығу себебін көп назар аудара бермейміз. Шығу себебіне расында 1931 жылдың күзінде бүкіл Қазақстан бойынша неліктен бірден ашаршылық стихиялы түрде былай басталып кетті, белең алып кетті. Осыны мен көп уақыт зерттедім. Содан кейін бұрынғы ашаршылық өз Қазақстанда болған 31-33 жылғы аралықтағы ашаршылық болған тарихтарды, әдебиеттерді көп оқығанда бізде көп айтылатын нәрсе мына арқа жақта, Павлодарда, Қарағанды төңірегінде, Ақтөбеде болған оқиғалар ғана айтылады. Демек, сол кезде жазып, кішкентай жазып қалдырған, мысалға әбет мүсірептерін жазып қалдырған кішкене естеліктері ғана сонымен ғана шектеледі. Біздің оңтүстіктегі болып өткен ашаршылық туралы бір ауыз тарихи дерек жоқ. Жазбада жоқ. Мен осы себепті мен мұны түбіне зерттедім және көп жыл зерттедім. Бірақ алғашында бұл ашаршылықтардың құрбандарын санамай тұрып, бұл ашаршылықтың шығу себебіне талдау жасап көрейін, зерттеу жасап көрейін деп соған кірістім. Сөйтсем, бұл көп жылғы зерттеудің нәтижесінде менің оқығаным Голощекин 1925 жылы Қазақстан Компартиясының басшылығына келген кезде бұл осы ашаршылыққа өзі жоспарлап келіп 5 түрлі бағытпен дайындалған және 7 жыл бойы дайындалған. Сондағы менің оққайым бойынша бұл келесі алдыда Қазақстанда кіші қазан революциясын құру керек деді, яғни автореволюциясын қайттан құру керек деді. Бұл жерде революция болмапты, тек қана жел ғана шайқап өткен, сондықтан бұны тезірек кірісіп, мынау босып жүрген қазақтарды, мынау социализм тұрмысына, болмысына бейімделмеген қазақтарды социализм үрдісіне түсіреміз деген себеппен бұл түрлі амал шабын бәрін қолданып. Мысалға, ашаршылыққа тікелей жаңағы дайындалған 5 бағыттың ең біріншісі бұл ауылдағы мықты адам, бірінші ауылдан бастады. Мықты адамдарды алып тастап, бұрыннан байларға, молдаларға деген ашуызға кеккен кедей адамдарды белсенді қою керек болды. Олар әп-сәтте Голощекиннің сөзін сөйлеп шыға келіп, тап жауы деген термин шықты. Сол тап жауыма Сейфуллиншілдік, Сәдуақашевшілдік деген анау топтар пайда болды. Әшейін істеді ғой оның бәрін. Екінші бағыты НКВД мен ОГПУ-да, НКВД деген қазіргі милиция, ОГПУ қазіргі қауіпсіздік комитетінің арғы бірінші баспалтағы саяси басқарма деп аударылады. Соның өкілдерін ел ішінде өте көбейтті да, бұлардың барлығын елдің, ауылдың үстіне бақылатып қойды. Бұрыннан өзі мылтық десе жаны қалмайтын қазақ, өзі совет үкіметі орнап, шәтшелекке болып жатқан уақыттан әділет орындарының адамдары, мылтық асынған, наган таққан адамдар келген екен, олар жаны қалмайды ғой, соны жұртты шошытып қойды. Үшінші бағыты бұл ауылдан, тағы да ауылдан бастады бұл. Ауылдан бастап жатыр ғой, өйткені қазақтың қасиеті ауылда. Ауылды қасиеті бұзып алу керек алдымен. Ауылда елде бүкіл қазақты 3 адам асырап отыр. Бір бай асырайды, молда ағартушы, ол уағыз айтып, мәдениетке басқаға бағыттап отырады. Үшінші би, татулық сақтап отырған. Осы бай, би, молда. Үшеуін құрту керек. Сонда жаңағы ессіз тобыр өзінен-өзі бассыз қалады. Сол үшін 28 жылдың күзде феодалдарды тәркілеу деген бір арнайы бұйрық шығарды. Мысалға, байларды конфискация жасау совет үкіметінде Қазақстанның басқа жерде болған жоқ. Әйтеге қазақтың байларын құрту керек болды. Ол кездегі байларды, мысалға, баяғы Ресей кезіндегі байлар емес қой. Совет 20 жылғы Ленин декретіне орай кооператив заңына сәйкес ол совет үкіметіне типтендірілген. Яғни өзінің бір бай өзінің егіс көлемінден салық төлейді мемлекетке, қол астындағыларға айлық төлейді,
және жұртты асырайды. Сондай типке келе жатыр еді. Ал бірақ Колошекин оларды баяғы феодалдар деді да, бірден бәрін алып тастады. Сондай молдаларды қуғындады, билерді қуғындады, қазақ бассыз қалды да, оның орнына жаңағы өңкей кедей таптан шыққан, жалаң аяқтан жаңағы сауатсыз тек қана уранға кіретін белсенділер келді. Бұл енді үшінші. Төртінші бағыты, бұл енді тікелей ашаршылыққа жақындаған бағыт болды. Өйткені жылдан жылға Қазақстан көлемінде егісті көлемін азайта бастады нәтиже. Содан кейін колхоздастыруды ұйымдастырды. Колхоздастыру дегеннің өзі бұл қазақтан кеден келе жатқан бүкіл тұрмыстық болмысын бұзып жіберді. Мысалға әулет болып отыратын әр ауылда қазақтардың бәрін бір ортаға шоғырландыру, бір колхозға біріктіру, немесе бір артельге ұйымдастыру. Оның дегеніңіз бір колхозға ұйымдастыру үшін колхозда оның барлық соқа сайманы да, жұрттар жұмыс істейтін құрал жабдықтары да болу керек. Ал бірақ ол кезде колхозда малдан басқа нәрсе болмады. Сондықтан ол малда ол байлардан алынған малдар тұғыны. Байларда малдардың жартысын колхоздарға берді, жартысын кедей-кепшікке үлестірді. Кедей-кепшікті бір рет алдағаны осы. Кейін енді бесінші бағытта тікелей ашаршылыққа әкелген соққы болды. Ол 30-шы жылы егіс көлемі Қазақстанда 35%-ке дейін қысқарып кетті. Содан кейін колхоздағы қалған малдардың жем-шөп базалары жасалынбады. Қысқа қарай жазда дайындау керек қой. Ал енді колхоздастыруға белсенділердің бәрін сап қойды, уранмен жазды өлтіріп өткізді. Қыс басталды да кетті. Енді тағы бір фактор бар. Бұл 30-шы жылы 29-шы жылы өткен пленумда Москвада Голощекин айтты, мен Россияның 11 қаласының өнеркәсіп қалаларын бәрін арзан етпен және арзан астықпен 10 жыл бойы асырап отырамын деген мақтанды да, және соны орындады да. 30-шы жылдың өзінде Қазақстаннан 14 мың тоннадан асса ет Россия қалаларына жөнелтілді. Енді мынандай бір шарт бар бұл жерде. Сол жылғы есеп бойынша қағазға түскен малдардың саны 82 миллион болған Қазақстанда. Бірақ ол қағаздағы есеп. Ал нақтысы 42 миллион. Енді колхоздар бір-бірімен жарыстырып қойды ғой. Нәтиже істеу керек қой. Колхоздар бір-бірімен жарыстырды да жаңағы 10 жыл бойы ет өткізіп отыру керек қой. Астық өткізу керек. Енді анау малдарды жарысын сойып өткізу керек. Жарысын қалу керек колхозда. Көрдіңіз ба? Ал енді 31-ші жылға таман ол малдардың көбі 80%-ін сойып қойды. Енді колхоздың базасында азғантай қойған. Енді белсенділер не істейді? Ананың орнын толтыру үшін жекеменшіктің малына жабысады. Жекеменшікті тартып алу деген сол. Жекеменшіктің жаңа астығына шейін тартып алып 31-ші жылы өзіне өзі келді да, ашаршылыққа ұшырай салды.